күн бүгінгі сабақтың тақырыбы тугис. Тугис бұл бағдарлама қала бойынша офлайн картамен және ұйымдардың байланыс анықтағышымен қолайлы навигатор. Сіз қосымшаға кірген кезде экраныңызда төмендегідей белгіше шығады. Бұл консоль мәзірі. Бұл сан қаладағы тығындар деңгейін көрсетеді. Басу кезінде барлық жолдарды бояйды. Қызыл жолдар қатты жүктелген деңгей. Сары жолдар орташа жүктелген деңгей. Жасыл жолдар әлсіз жүктелген деңгей. Бұл картаның масштабы. Басу кезінде картадағы тұрған орныңды анықтайды. А нүктесінен Б нүктесіне дейінгі маршруттың құрылуы. Жасырын ақпаратты көрсетеді. Қабаттарды орнату. Бұл іздеу жолы, оны пайдалану үшін үстінен басу керек. Пернетақта ашылады, пернетақтада тереміз, мекен жайы, қиылысы, ғимараттың атауы және тағы басқалары. Сәл төменде іздеу жолы. Жылдам іздеу функциясы бар, басу кезінде тізімде таңдаулылар шығады. Мұнда атауы, қызмет көрсетудің орташа бағасы, мекен жайы және қаншаға дейін жұмыс істейтіні көрсетілген. Артқа ораламыз. А нүктесінен Б нүктесіне дейін маршруттың қалай жасалғанын қараймыз. Белгішеге басамыз. А нүктесінде біздің тұрған жерімізді көрсететін, ал Б нүктесінде сіздің қайда баратыныңызды көрсетіп тұратын терезе ашылады. Кіру. Бұл үшін белгіленген пунктке басу жеткілікті. Ары қарай пернетақтада мекен жайды теріп және сәйкестікке басу. Экранның жоғарғы жағында Б нүктесіне жету үшін 4 тәсілді таңдау қажет. Бұл автобус, машина, жаяу жету немесе таксимен бару. Таксиді таңдау кезінде ол таксидің орташа бағасын көрсетеді. Жаяу маршрутты таңдау кезінде қалай жаяу жетуге болатынын, тағы бірнеше жолдарын көрсетеді. Машинаны таңдау кезінде карта маршруттың бірнеше жолдарын ұсынады. Автобусты таңдау кезінде көрсетілген орынға дейін баратын автобустардың тізімі ашылады. Қайда көрсетілген? Сапардың орташа уақыты, маршруттың нөмірі және автобустардың қай аралықта жүретіні. Өзіңізге қолайлы автобус таңдау үшін автобустың нөміріне басасыз. Сізге қанша аялдаманы кесіп өтуіңіз керек екені жазылған ақпараттық терезе ашылады. Қай жерден түсу керек? Свайп жасай отырып, беттерді қарап шығу. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Біздің YouTube каналымызға жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.